Америка Құрама Штаттары туралы 10 дерек. Америка Құрама Штаттары ақш немесе Америка ретінде белгілі, негізінен солтүстік Америкада орналасқан ел. Бұл 50 штаттан тұратын федерация. Федералды Астана округы, Вашингтон, Колумбия округы және 326 үнді резервациялары мен бұдан тыс ол 5 ірі корпорацияланбаған аралдық аумақтар мен әртүрлі адам тұрмайтын аралдарды иемденеді. Бұл ел жер көлемі бойынша дүние жүзіндегі 3-ші орында, екінші үлкен ерекше экономикалық аймақ және халық санының бойынша 334 миллионнан асатын адаммен 3-ші орында тұр. Палеоүндістер Беринг көпірі арқылы 12 000 жылдан астам уақыт бұрын қоныс аударған. Британдық отарлау 1607 жылы Вирджинияда 13 колонияның бірінші рет қоныстануына әкелді. Британдық тәжімен салық және саяси өкілдікке қатысты қақтығыстар Америка революциясын тудырды. Екінші континенттік конгресс 1776 жылы 4 шілдеде тәуелсіздігін ресми түрде жариялады. Оның жеңісінен кейін революциялық соғыс 1775-1783 жылдары ел солтүстік Америкада кеңейе берді. Көптеген штаттар қабылданғандықтан құлдыққа қатысты секциялау бөліну 1861-65 жылдардағы американдық азаматтық соғыс кезінде одақтың қалған штаттарымен соғысқан Америка конфедерациялық штаттарының бөлінуіне әкелді. Одақтың жеңісімен және сақталуымен құлдық ұлттық деңгейде жойылды. 1890 жылға қарай Америка Құрама Штаттары өзін ұлы держава ретінде көрсетті. 1941 жылы желтоқсанда Жапонияның Перл-Харборға шабуылынан кейін ақш екінші дүниежүзілік соғысқа енді. Соғыстан кейін ақш пен Кеңес одағы әлемдегі екі супердержава ретінде қалды және екі ел де идеологиялық үстемдік пен халықаралық ықпал үшін күрес жүргізген қырғи қабақ соғысқа келді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін және 1991 жылы қырғи қабақ соғыс аяқталғаннан кейін ақш әлемдегі жалғыз супердержава ретінде пайда болды. ақш-тың ұлттық үкіметі президенттік конституциялық республика және 3 бөлек тармақтары бар либералдық демократия, заң шығарушы, атқарушы және сот. Оның өкілдер палатасынан тұратын 2 палаталы ұлттық заң шығарушы органы бар. Халық санына негізделген төменгі палата және сенат. Әрбір штат үшін тең өкілдікке негізделген жоғарғы палата. Бостандықты, заң алдындағы теңдікті, индивидуалдықты және шектеулі үкіметті баса көрсететін саяси мәдениеті бар мемлекеттер және бірнеше аумақтарға елеулі автономия беріледі. Әлемдегі ең дамыған елдердің бірі Америка Құрама Штаттары шамамен 1890 жылдан бері ең үлкен номиналды жалпы ішкі өнімге ие болды және 2023 жылы әлемдік экономиканың 15%-ын құрады. Экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы елдері арасында жан басына шаққандағы үй шаруашылығының қолдағы табысы бойынша ақш экономикалық бәсекеге қабілеттілік, өнімділік, инновациялар, адам құқықтары және жоғары білім бойынша әлемдегі ең жоғары орындарының қатарында. Оның қатты күші мен мәдени ықпалы жаһандық ауқымға ие. ақш дүниежүзілік банктың, ВК-ның, Америка мемлекеттер ұйымының, НАТО-ның, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының негізін қалаушы мүшесі және Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі. Этникалық топтар 2020 жылы нәсілі бойынша 61,6% ақ, 12,4% қара, 6% азиялық, 1,1% жергілікті американдықтар, 0,2% тынық мұхит аралдарының тұрғындары, 10,2% екі немесе одан да көп нәсілдер, 8,4% басқа, шығу тегі бойынша 81,3% испан немесе латино, ұлттық тіл ағылшын, діні 70% христиан, 34% протестантизм, 23% католицизм, 2%
2% мормонизм, 11% басқа христиан, 21% қосылмаған, 2% индуизм, 6% басқа діндер, 1% жауапсыз. Жалпы ауданы 3.796.742 шаршы миль немесе 9.833.520 км квадрат. Назарларыңызға рахмет.